Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сіздермен энергетикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы Абелжанова Фариза Болатовна. Біздің келесі сабағымыз бұл 6-шы дәріс жүк қармау құрылғылары, аялдамалар және тежегіштер. Жоспарда жүк ілмектері мен ілгектер аспалар, жүктерге арналған қармауыштар, грейферлер, жалпы мәліметтер, олардың тежегіштер, аялдамалар. Жалпы осы техникалармен біз танысатын боламыз бұл 6-шы дәрісте. Тиеу түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде жүктерді түсіру үшін әртүрлі жүк түсіру құрылғылары қолданылады. Әртүрлі жүктермен жұмыс істеуге арналған крандарда әмбебап жүк көтергіш құрылғы ретінде ілмектер немесе жаңағы арнайы ілмектер қолданылады. Оларға жүк тікелей немесе икемді ілмектердің көмегімен арқан, яғни немесе тізбек деп атауға болады, арнайы жүк көтергіш құрылғылардың көмегімен ілінеді. Арнайы жүк қармауыш құрылғылар ретінде кенелік, эксцентриктік және басқа да қармауыш жаңағы даналы жүктер үшін жәшіктер, бөлшектер, қаптар болсын, және тағы басқа. Грейферлер бұл сусымалы материалдар үшін көтергіш электромагниттер, бұлар болат және шойын жүктер үшін, яғни құймалар, жоңқалар және тағы басқа жаңа тасымалдау үшін қолданылады. Және түрлі қармауыштары бар траверстер, яғни мысалы вакуумдық және басқа да құрылғылар пайдаланылады. Кейбір арнайы жүк қармау құрылғылары кранның тұрақты жабдығы болып табылады. Алайда кранды неғұрлым кеңінен пайдалану үшін арнайы жүк қармау құрылғылары ілмекке ілінеді. Жүк көтеріш құрылғылардың алуан түрінен біз тек жүк ілмектері мен ілмектердің кене симметриялы және асимметриялық қысқыштарды, эксцентриктік қысқыштар мен тартқыштарды қарастыратын боламыз. Яғни жүк ілмектер мен ілгекті аспалар. Жүк ілмектері, яғни жүк көтергіш машиналар мен механизмдерге жалғанған, яғни штампталған болып табылады, және табақ ілмектері қолданылады. Жалған және штампталған ілгектер бір мүйізді және екі мүйізді болып бөлінеді. Бұлардың барлығы ГОС стандартқа сай, жалған ілгектер негізінен 20 стандарт граммдық болаттан жасалады. Жалған, яғни штампталған ілгектер қымбат және көлемді темір ұстасты бар жабдықта жасалады, бірақ құю арқылы ілгектерді жасау олардың бұзылуына әкелуі мүмкін. Раковиналардың, жарықтардың, шлактардың және басқа да қосылыстардың пайда болуына байланысты бұларды кең ауқымда шығармайды. Мына біздің алтыда бір суретімізді қарайтын болсақ, бұл арнайы жүктемелі ілмектердің негізгі түрлері. Мысалы, бірінші мына суретімізді А суреті бұл құлып сияқты жасалған, жаңағы бір мүйізді болып саналады. Однороговый дейді, бір мүйізді деп айтады бұны. Екінші Б суретінде бұл екі мүйізді көріп отқандай, яғни екі жағынан да жаңағы ілмек арқан тартуына болады. Үшінші В суретінде бұл бір мүйізді пластиналы болады, жаңағы ұзын пластиналы сияқты. Және де Г суретінде екі мүйізді пластиналы болады. Осы суреттерді өздеріңізге арнайы жазып сызып алсаңыздар да болады. Келесі, үлкен жүк көтергіштігі бар ілгектер негізінен болаттан кесілген және жеке элементтерден жасалған. Пластиналарды біркелкі жүктеу үшін жұмсақ болаттан жасалған төсеніштер ілгектің ішіне бекітіледі. Олардың сыртқы пішіні тегіс, иілісі бар арқандардың төсеуін қамтамасыз етеді. Жүк ілмектері алмалы-салмалы жүк қармау құрылғысының өздігінен түсіп кетуін болдырмайтын сақтандырғыш құлыптармен жабдықталуы тиіс.
Сақтандыру құлыптары жоқ ілгектерді порталды крандарда балқытылған металды немесе сұйық қожды тасымалдайтын крандарда, сондай-ақ икемді жүк қармау құралдарын пайдалану кезінде қолдануға беріледі. Жаңағы жалған бір мүйізді деген штампталған ілгектер біздің жаңа 6-1 бірінші суретте көрсетілген. Жаңа біз жоғарыда айтып өттік, иә. Жүк ілмектері. Әмбебап жүк көтергіш құрылғылар ретінде жүктеудің қолайлы жағдайларына байланысты бірдей жүк көтергіші бар ілмектермен салыстырғанда салмағы аз жүк ілмектері де қолданылады. Алайда жүктерді іліп қою кезінде ілмектер тесікке өтуі керек. Яғни 6-4 суретінде көрсетіледі. А нұсқасында немесе Б нұсқасында жаңағы тоспалы қосылған элементтерден тұрады. Жүк ілмектері әдетте 20 грамм болаттан жасалады. Құрама цикл элементтерін неғұрлым нақты жүктеуге байланысты оны есептеу әлде қайда қарапайым, ал өндіріс процесс жабдықты қажет етпейді. Міне біздің 6-4 суретімізде А нүктесі, А суреті, Б суреті берілген. Яғни жүктемелі петля дейді, грузовые петли дейді, ілмектер, яғни осындай түрде болады. Бұл жүктерге арналған қармауыштар деп айтуымызға болады. Әрі қарай біз келесі дәрісімізді осы жерден жалғастыратын боламыз. Яғни жүктерге арналған қармауыштар туралы оқып танысатын боламыз. Әзірге осы. Сау болыңыздар.